Ассаламу алейкум бәріне. Маршрут осындай. Мына Жайрақұдыққа барамыз. Амандық болса. Қособа дей ма, Жайрақұдық дей ма. Бұлай жобалап 40 километр дейді. Содан кейін қайтып Жымпитаға оралып, мүмкін егер сол жердегі жергілікті адамдар айтса, осылай жол жақсы бар деп, осы жерден Сасықкөлге тартамыз сонда. Мына жерде өтетін жер болса, Шакир дей ма? Шақыр дейді. Сасықкөлде мен қашан 2013-те өтіп баратқанда уақыт жоқ деп осы жерде жолды сұрағанда бір үлкен кісі сұрады. Руың кім балам деп, елің кім деп айттым. Байбақты құлшығым. Ой балам, міне құлшық дейтін осы жерде жатыр ғой сендердің аталарың. Сасықкөлден көрінеді, бір ағаш өсіп тұр, сол дейді, құлшық ата деп. Қазір мына картаны алдында мен көрдім, осы жерде Кульчик деп жазып тұрады. Бұлай көрінбейді екен. Содан Сасықкөлден сосын Бозайға тартамыз. Ол жолды мен білем, 2-3 рет жүрдім. Бозайдан мүмкін мына Ақтауға барып келеміз. Ақтау деген үлкен тау бар ғой, Сасай тау дейді оны. Мынау Қызылқора, менің атам неше бір 10-15 жыл ма осы жерде мал бақтым. Мен білгенім енді аңқаты. Міне осы жерде қорым бар ғой, Қамар мешіт болған болып тұр ғой бір. Содан Шағатай деген ауылға барамыз бұйыртса. Жолдағы қандай қорымдар үлкен кішкентай болса, соны жақындап суретке түсіреміз, видеоға түсіреміз. Осы жерлер жалпы байбақтылардың мекендеген жерлері ғой енді. Содан кейін біздің жоспарымыз енді Шапайға барымыз деп тұр. Бұлай, мына жақтан жайықтың. Осы жерде қазір өткел бар. Ана алдында Инстаграмда көрдім. Сол өткелмен өтіп, оның алдында бұйыртса балық аулаймыз осы жерде. Орын тапсақ. Сосын Шапаевтан трассаға шығамыз. Атырауның трассасына. Бұл да Атырауға тартамыз желіп. Жалпы жоспарларымыз ол барлау енді. Жалпы жоспарымыз осы жерлерді бәрін, қандай қорым бар, қорымдар, тарихи орындар бәрін аралап видео түсіру. Оған Аллаға шүкір, ағайындылар аз-маз тиын жинадық, ақша. Осыған жұмсаймыз. Бүгін ертеңгі сапар ол барлау.
Бисмилля деп біз зерттеу сапарымызға шығып бара жатырмыз Ақтөбеден. Жоспарымыз енді Жымпиты жақты аралаймыз. Сосын мен өзім Байбақты Құлшық деген атамыздың жерленген жерге барамыз. Енді аңыз бойынша алдында үлкен кісілер айтып кетті, осы жерде жатыр деп. Сосын Аңқаты, Бозай, Шағатай, Жайыққа барамыз. Ал жолымыз болсын, бисмилля деп сапарымызды бастаймыз. Байтақ өлкем жеріммен, мақтанамын еліммен, еңбек еткен теріммен. Қазақ жұрты кімнен кем, сүйсінемін көркіңнен. Туған жерім төгілер, қонақ жайлы төріңнен. Бейбітшілік көрінген, Бар ма газ? Бар екен газ. Қопта. оңай басын немеген, ол қыздарым көп екен. Алтын алқа ілінген, көк туымыз жеңіспен. Талай биік көрінген, еңбек еткен терімен. Қазақ жұрты кімнен кем, қазақ жұрты. Батыс Қазақстанға кірдік. Батыс Қазақстан облысы. Мынау қиылыс Шыңғырлауға баратын тежол грейдер. Бір-екі рет алға басқан сайын осы жол. Жымпитыға жеттік, аман сау. 330 километр Ақтөбеден. Газ құйып аламыз. Теңге газ. Оралда. Қобдада 56 теңге. Жолы деген асханаға барып ас ішеміз. Асхана күшті екен. Сырым екеуміз лагман алдық. Лагман, салат, шай, компот, нан. 1000 теңгеге шықты. Дәмді ма сырым? Нормально бұлай. Түскі асымызды ішіп алдық Жымпиттан. Жібек жолы деген асхана бар екен. Ондай қатты қымбат емес. Қазір жол сұраймыз Шырақұдыққа. Жымпитының орталығы.
намаздын мешіті ма? Рамазан. Осы болу керек. Қосаба ғой. Иә, қосаба. Мына до конца тірелесің, Ага. ақ үйге. Соған бұрылғанда мына жаққа поворот бар қазір былай қарай. Былай қара жол ғой, иә? Содан шықпай нөлөкке кірейдір ғой. Кірейдер нөлөк. Ары қарай Жырақұдықтан Сасықкөлге бара алам ба? Или қайтып келген дұрыс па? Сасықкөлі қайсысы? Жамангөлін білем, Сасықкөлін білем. Сасықкөл ана ар жағында, да? Кім олы? Амансайға қарай ма? Кімнің точкасы ол? Точка емес. Тұрады анда. Ешкім тұрмайды, ана жерде бір әулие бар еді, соны іздеп жатыр едік қой. Точно білмеймін. А, Ар жағында ол Сайқұдық жағы болмаса енді. Міне Жырақұдық. Сосын Жырақұдық мына Иманғали дейді, Өлеңті дейді. Жырақұдықтан қай жаққа кетеді? Қосабаға ол жағы. Сол Орал жаққа. Сасықкөл. Енді Қосабаның адамдары. Қосабаны көрсетші, Қосаба. Жаңа неден Қосабаны екі бассейнсің. Міне Жырақұдық, міне Сасықкөл. Сайқұдыққа қарай кететін тұрады. Солай болып тұр, Сайқұдық болып тұр. Неге Қосабаға барып сұрайсың ба жаңағы? Сұраймын. Сайқұдыққа қарай кететін бар. Иә. Короче, ана жерден былай үйдің артымен өтесің, далаға шығып кетесің. Нөлөкке Байбақтылар бар ғой да Жымпитта? Байбақты? Иә. Көп сияқты болды Байбақты, иә? Байбақты бар. А сіздің руыңыз қандай? Бізде Тана. Тана, да? Тана, Алаша да бар да мұнда? Бар. Байсеу міне. Байсеу, иә, ана Мәлке, иә? Мәлке бар, иә. Жарайды, рахмет. Жақсы. Былай тіке сосын оңға, иә? Иә, былай солға бұрыласың. Солға бұрыласың, сосын оңға бұрыласың. Бірінші поворот. Рахмет. Жырақұдыққа Қособаға жақындап қалдық. Бір басқа жолмен бара тұрмын деймін. Машин көп жүрмеген. Қособа Жырақұдыққа жетіп қалдық. Ассалаумағалейкум. Оралбек марқұм қай жерде жерленген? Аха. Рахмет. Hakikat benim şındık özüzdün cebizi. Olar jaylı aytılmaydı büyük minbeden. Ötkün olar hakikat benim şındık özüzdün cebizi. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Ихдинас-сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валя-даллин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Спорттың асыл саңлағы, қазақтың түйе палуаны, Қожагелден Оралбек
елімнің сүйген ардағы. Алаштың сыйлы тарланы спортты сүйіп таңдады. Қазағын қорғап жүргенде қазақтан шықты жаулары. Қазақта ел қамын жеген ерлердің сөз білген жанда хақы бар деген аталы сөз бар. Алла тағала бәрімізді әртүрлі қылып жаратқан. Алайда сан алуандығымызға қарамастан адам баласының ең басты міндеттерінің бірі сол. Алла тағаланың бір есімі халыққа қызмет ету. Қызмет етуге тиіс азаматтарда бір келке емес. Біреу батыр, келесісі ғалым, үшіншісі дәрігер. Жоғарыда айтылған қанатты сөзге сүйенетін болсақ, бұндай ел қамын жеген ерлердің зіл батпан парыз міндетімен қоса хақы да бар. Кімде және қандай хақы бар екен деген сұрақтың жауабы мынау. Қолынан жазу сызу келетін, яғни сөз білген жанның баршасының мойнына ел қамын жеген ерлердің ерлігі мен еңбегін дәріптеу деген зор міндет жүктеледі. Осы ерлердің тізімінің басына неліктен батырды қойып отырмын? Себебі қазақта қазір егеменділік те, кең байтақ жер де, қазына байлық та бар. Бірақ көп істегеніміз кетіп жататындай болады да тұрады. Неге? Бізде бәрі бар емес пе деген сұраққа жауап іздеген кезде бізде осы бар нәрсені иелік ету үшін болу қажет мінез жоқ ау деп түйдім. Басқа жерді қайдам? Біздің Батыс Қазақстанда қазаққа тән қайсар мінездің қалдығы соңғы рет сонау 90-шы жылдардың аяғында бой көрсеткендей. Оралбек Қожагелдиннің өлімімен мінезділер дәуірі аяқталды. Ердің соңы есет, пірдің соңы бекет болса, сол ерлердің сарқыншағы Оралбек еді. Бірақ Оралбек туралы әңгіме ел аузында көп болғанымен, олардың хатталғаны аз еді. Оралбектей тұлға туралы кітап мүлде жоқ. Міне, бүгін осы олқылықтың орны толып жатқандай. Қазақ даласы, оның ішінде батыс өңірі батырларға кенде болмаған. Тарихтан белгілі ол жағдайлардың барлығы да. Біздерде батырлар, олардың өмірбаяны, болмаса батырлар жыры, белгілі бір батырдың жаңағыдай жасаған ерлік істеріне арналған өлеңдер, жырлар өте қоры өте көп. Олар туралы молынан жазылды. Алайда осы батырлардың психологиясы, жалпы батырлық феномені нақты ғылыми тұрғыдан зерттелмегендей маған сезім қалдырады. Осы өткен заманның адамы туралы айту оңай. Оның тек қана жақсы жақтарын, жеткен жетістіктерін сол қалпында, тіпті кей жағдайда әсірелеп айтып жатамыз. Ол жаңағыдай оған ешқандай біздің қарсылығымыз жоқ. Ал енді осы бүгінгі заманның батыры кім деген сұрақ бізді мазалады. Одан кейін жерде осы батырлар қалай пайда болады жалпы? Қалай қалыптасады? Оған туған жерінің топырағы әсер ете ме? Жоқ әлде ата-бабаларының тегі ме? Жоқ әлде алған тәрбиесі ме? Айналасы ма? Әлде заман ба әсер етеді? Осы нәрселерге біз сұрақтарға жауап іздеуді мақсат тұттық. Осы Оралбек Қожагелдин туралы жазуға. Оралбек сөзсіз батыр адам. Оның батырлығына осы кітапта мың сан дәлел, дәйек жеткілікті жиналды. Ол бүгінгі заманның адамы. Осы кітаптағы пікір алмасқан азаматтардың барлығының да көзі тірі. Бір жерде біз асырып айтсақ, болмаса жаңағыдай боямалап, қосыңқырап жазсақ, ол сөз жоқ, көріледі, ертесіне жаңағыдай бағасы беріледі. Мына жерде дұрыс жазбапты деген сөз алды. Сондықтан кім қалай айтты, қандай пікір айтты, біз сол қалпында жазып, сол қалпында жеткізуге тырыстық. Әлі де жалпы осы батырлар феноменін зерттей түсуді қажет ететін өте үлкен тақырып. Оралбектің арғы түбін қазып кетсең, Сырым бабаға барып тірелесің. Сырым батырдың әкесі Дат пен Оралбек батырдың арғы атасы Түкіш екеуі туған ағайынды, Шолан батырдың балалары. Орекеңнің арғы тегі тарқатылған шежіреге үңілсек, оның Ерсары батырдың ұрпағы екенін көреміз. Ерсары Бұқа, Бұқадан Отарғали, Отарғалиден Тілеулі, одан Қожагелді, Мәтнияз, Оралбек. Ерсары батырдың ұрпағы екенін білгеннен кейін Оралбек бабасының зиратын өзі іздеп тапқан, содан соң басына әлденеше рет зират еткен. Ерсары батырдың зираты Дәдем ата Жұмағазы Хазірет киелі мекенінде орналасқан. Шежіре деректері Ерсарының атақты найзагер, мерген, батыр болғанын хабарлап,
Аңқаты өзеніне құятын Ерсары өзені осы кісінің атымен аталған дейді. Жолдастарына, аудан басшыларына, басқа шаруашылық ұйымдарға шын жүректен, қартайған жүрегімнен көп алғысымды айтамын. Егер көбәрден қазбай берге келетін болсақ, Оралбектің өз атасы Қожагелді қара күш иесі болған. Ұзақ ғұмыр кешіп, 1979 жылы 89 жасында бақилық болған. Ал әкесі Мәтнияз соғыс және еңбек ардагері, Сырым ауданының құрметті азаматы. Оралбектің анасы Сәпия апай біраз жыл балабақшада жұмыс істеген екен. Таңнан кешке дейін балабақшаның балаларын қарап, бағатын Сәпия апайды үйге келгенде 10 баладан тұратын екінші балабақша күтіп тұрады. Осының бәріне мейірімі мен шыдамы жеткен оның Оралбектей азаматтың қалыптасуына әсер еткендігі сөзсіз. Алла тағаланың жіберген адамы бізге уақытша. Мен солай деп ойлаймын. Оның іс-қимылы, адамгершілік қасиеті, жолдастарына, артта ізбасар інілеріне, жерлестеріне, қазақ балдарына, қазақ ұлтының ерлеріне де, қыздарына бір Алла тағаланың жіберген қамқоршысы ретінде мен айтар едім. Аз да болса Алла тағаланың берген уақытында адамға үлкен ұмытпастай әсер қалдырды. Оралбек студент шағы мен әскердегі кезінде ұлт жанашыры ретінде көріне бастады. Қазақстанның қиыр батысында жел өтінде орналасқан Орал қазақтың талай жақсылары мен жайсаңдары ел мүддесі үшін қақтығысқан, қиқаласқан жер. Ел мен жердің иесін басынғандармен жүрген бұл күрес кеңес үкіметінің де тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында да толастаған емес. Шаңыраққа қарамаған жандарды Оралбек ақ білек, жуан жұдырық арқылы тәубасына келтіргені ешкімге жасырын емес. Қағазға хатталмаған, әлі күнге дейін кейбіреулер сыбырлап айтатын Оралбек жайлы аңыз бен ақиқат аралас әңгімелер ел арасында толып жатыр. Оралбек ел жұртынан жыраққа, сонау қиыр шығыста әскерде жүргенде де бірге болған қызметкерлерінің айтуынша құлашын қаракөз бауырларымның қамы үшін сермеген екен. Қулық сұмдығы көп, қалада зорлық зомбылық, алдау арбауға түскен ауыл адамдары еш жақындығы мен таныстығы болмаса да Оралбекті іздегені, жаны мен малына араша тапқан туралы оқиғалардың бір қатары алдағыңыздағы кітапқа енді. Оралбектің әлсізге араша болған қырына қоса, жоққа жанашырлық танытқан азаматтылығында ел жұрт жақсы біледі. 90-шы жылдардың қиын қыстауында тарығып отырғандарға азық-түлікті арбалапты, дорбалапты үлестірген Оралбектің жинаған сауабының есебі бір Аллаға ғана аян шығар. Мен Оралбек ағаны қайдан танимын? Былай да естуім бар ғой, мен де сол күреске барып жүрдім ғой, Баймолда деген ағамыз, Қайыржан аға, менің әкем де Сайдолла күреспен айналысып жүрді. Өзі де күресші, төреші болған, Қыстауға көп жерге барған. 97-те неге әскери шекара институтына дайындық жасап жатқан кезде авангард бар ғой бізде Оралда. Авангардта жүгіріп 100 метр, 3 километр қайта жүгіріп сол жерде дайындық өткізетін едім. Сол бір күн біреу анандай толстовка анандай капюшонмен жүгіріп жүрді. Сосын мен оның қасына қайта жүгірем, алға артқа. Сосын маған айтады, жеңіл атлетикамен не істеп жатсың ба деп. Жоқ, атын бәрін сұрады, қаяқтансың. Сол дайындық әскери институтқа түсейін деп едім. Соған 100 метр, 3 километр, сосын турник. Мәссаған, әңгіме жоқ, бас деп кәдімгідей жаны ашып. Сосын әкемді сұрады, сен маған інім боласың ғой деп. Әкеме сәлем айт деп.
сосын мына авангардтың ішінде ана арғы бетінде кіреберістің арғы бетінде бір қызыл машина тұр. Сол мен кішкентай баламын ғой, 16 жаста. Сол мен есімде қалып қойды, қызыл машина, былай екі есікті андай спортивный. Сосын жаңбыр жауып кетті ма? Сол мені отырғызып алды да, жүр үйге апарып, сен қайда тұрасың деп. Сөйтіп апарып тастады мені үйге. Осылай таныстығым болды. Оралбек, марқұм Оралбек ағамен. Осындай қазақ балдарға сол жан ашитын, сол кезде енді қазір мен түсініп отырмын да. Бәрін сұрап, сен не алып жүрсің, сен не істеп жатсың, қайыққа дайындалып жатсың деп. Естігесім мәз бол. Өте сондай бір ашық адам болған ғой, жүректі дегендей. Оны дейтін қазір түсініп отырсың ғой енді.